асқан жан бар ма? Дүниені көңілім кезесің. Тоқта. Абай, бірдеңе дедің бе? Осы ма? Махаббат. Мынау дүние. Мынау маужыраған түнгі аспан. Сонсыз толы. Таң. Жүрек таңы. Сол таңым сен бісің? Жарығым бісің? Кімсің? Тоғжан. Мынау Тоғжан ғой. Айнымаған соның ақшы. Ербол, жүрегі не дейді? Нені сезеді? Не сипатты бұл сезім? Сабырым қайда? Дәл өзі, сол Тоғжанның өзі. Ауылымызға Абай келді. Ақын келді. Абайды қарсы алайық. Hoş geldin Abaycan. Hoş geldin Abay. Hoş geldin Abay. Жолы болары жігітті жеңгесі шырағынан. Өзгеге көңілің тоярсың, өлеңді қайтып қоярсың. Он айтқанда ойланып іштегі дертті жуасың. Абайжанның осы әні кімге арналған екен? Сан айтсашы, әлі. Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат. Екі түрлі нәрсе ғой, сырлы сымбат. Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлік. Ер табылса жарайды, қылса сұқпа. Бәрекелді. Білектей арқасына өрген бұрым, шолпысы сылдыр қағып жүрсе ақырып. Евде Кәмшат бөрік, ақтама, қара қасты, сұлудың көріп педің бұндай түрі. Ақ шіркін. Ақын жігіттің бұрын сонда әндерін естігеніміз бар. Дегенмен өз аузынан естігеніміз жоқ қой. Солай емес пе? Солай. Ендеше ортамыздағы Абайға қолға салайық. Әне Абай. Абайжан, сөз өзіңде. Өлең дейсіңдер ме? Ал, сенейін, айтқаныңа көнейін. Ақ көңілді әдіржан табылар деп көрейін. Разымын, шын разымын. Шынымды айтсам, өлеңдерімнің осыншама халыққа таралып кеткеніне таңым бар. ақ бәрекелді ақының, жарайсың. Желсіз түнде жарығай, сәулесі суда дірілдеп, ауылдың маңы терең сай, тасыған өзен гүрілдеп. Ендеше осынау айлы түнде барлығымыз неге ақсүйек ойнамасқа? Ендеше не тұрыс? Ақсүйегімізді бастайық. Жүріңіздер. Ақылжан, жүре ғой жаным. Тоғжан, менің сәлемдерімді естіңіз. Естің Абай. Өлеңдеріңіз жақсы екен. Барлық сөзім сізге арналған. Сізді сағынудан туған сөздер. Ілтипат қылып еледіңіз. Мен негізі ақын емес едім, жалғыз ақ. Былтыр сіз мені бір көргеннен ақ қатты толқынға салдыңыз. Содан бері сізді бір уақыт ұмытқан емес. Ұмытпадым дейсіз. Бірақ содан бері бір хабар болмады ғой. Қалай хабар берейін? Елдің жайын білмейсіз бе? Сізді бір көруге зар болмадық қой.